Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге көпшіліктің жүрегін жаулайтын өте дәмді шоко-вишня тортын дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен кремін дайындап аламыз. Тортты жасамас бұрын біз ең алдымен кремді дайындап аламыз. Кремге осылай шоколадымызды салып, ыстық сливкиді құямыз. Сливкиді қайнатпаймыз, ысытып аламыз. Блендердің көмегімен езіп, дайын болғаннан кейін бетін жауып 6 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Ақуызымыз бен сарыуызын ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ақуызына осылай тұзды және қантымыздың жартысын салып, аз-аздан салып отырып, араластырып меренге жасаймыз. Қалған қантты сарыуызымызға салып, сұйық майымызды және какаомызды және ыстық қайнаған суымызды құйып, барлығын араластырамыз. Қопсытқышты ұнға араластырып қоямыз. Дайын болған массаны біріктіреміз. Венчиктің көмегімен араластыруға болмайды, осылай силиконды лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай араластырамыз. Ұнымызды аз-аздан салып отырып араластырамыз. Бірден салып жіберуге болмайды. Онда жақсылап әдемілеп араластырып болғанымыздан кейін міне дайын болды қамырымыз. Енді формамызға құйып, астынан қалған ауасын шығарып, қызып тұрған пеште 40-45 минутта пісіріп шығамыз. Начинкасын дайындайтын боламыз. Шиемізге қантты қосып қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін крахмалымызға аздап суды құйып араластырып, начинкамызға салып, осылай үздіксіз араластырып отырамыз. Дайын болған начинкамызды бөлек ыдысқа құйып аламыз. Толықтай суы қажет. Бисквит пісіп шыққаннан кейін формасынан шығарамыз, толықтай суытып аламыз. Бетін кішкене алып тастаймыз, тегістеп 3 бөлікке бөліп аламыз. Енді крем дайындаймыз. Дайын болған шоколадымызды осылай құйып, сливкиімізді құйып аламыз дағына. Өте өзінің формасын жақсы ұстайтын крем шығады. Кремді осылай жағып аламыз. Формамызды міндетті түрде кигізіп қоясыздар тортыңызға түзу шығу үшін. Кремді жаққаннан кейін бортегін шығарып, начинкамызды саламыз. Келесіде солай жасаймыз. Бортегін шығарып аламыз. Крем жаққаннан кейін начинкамызды салып, тортымызды жинаймыз. 10 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Кремді жақып болғанымыздан кейін холодильниктен шығарып, өзіңіз қалағаныңызша сәндей бересіздер торттың бетін. Өте дәмді торттың бірі, жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Айзада. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар.